Сонымен шәкәрімнің ар іліміндегі сен дегенім мен деген тақырыпты ары қарай жалғастырамыз. Бұл сен дегенім мен деген тақырып жайдан жай пайда болған жоқ. Бұл өте сондай көкейкесті. Бұл осы шәкәрім ілімінің өзегі деуге болады. Сен дегенім мен деген тақырып бұл шәкәрім ілімінің өзегі деуге болады. Оған мысал ретінде шәкәрімнің алдымен өлеңін мысалға келтіріп алайық. Тамам жан өзін өзі мен деседі, өзгелерді жатырқап сен деседі. Біз дейтұғын бір елді таба алмайсың, бұл қайтып әділетпен теңеседі. Ойласаң барша адамзат туған бауыр, бірін бірі шұқылап қылды жауыр. Балалық айуандықтан шыққан ел жоқ, бұл сөзім талай жанға тисе ауыр. Мінекей қарап отырсақ, шәкәрімнің осы өлеңінде тамам жан өзін өзі мен деседі дейді, өзгелерді жатырқап сен деседі деген. Бүкіл әлем, адамзат қазір кезде осы жаңағы ортақ мәселеге тап болып жатырмыз. Ортақ мәселеге тап болып отыр. Бұл жаңағы біздің басымыздан өтіп жатқан экономикалық дағдарыс, пандемия. Бірақ бұның барлығы шәкәрімнің ар ілімінде бұл болып жатқан бастағы дағдарыс. Бірақ бұл дағдарыс ойдан шығарылған дағдарыс. Яғни адамның басында тұр, адамның жанында дағдарыс жоқ. Себебі шәкәрім атамыздың ар ілімінде жар деген жаратушы, бұл метафоралық символ, символдық метафора. Метафора десек те болады, символ десек те болады, символ сөз десек те болады. Қалай айтсақ та, осы жар дегеніміз бұл жаратушы дегенді білдіреді. Енді бұл жаратушы қайда деген сұраққа шәкәрім өз ілімінде адам өмірге келген кезде жан келді дейді, жан өмірге жаратушы келді дейді. Бірақ жаратушы тек қана адамның жанында ғана бар емес, барлық бізді қоршаған табиғатта, бізді қоршаған әлемнің барлығында жардың көлеңкесі тұр дейді. Яғни жарсыз нәрсе жоқ, яғни жаратушысыз ештеңе жоқ. Яғни шәкәрім ілімінде барлығы бір тұтастық болып саналады. Енді осы мәселеге келген кезде шәкәрімнің сен дегенім мен деген тақырыпты кеңірек ашу үшін оның Лев Толстойдан аударған Асархидон Лайли деген әңгімесінен мысал келтіре кеткеніміз дұрыс деп ойлаймын. Баяғыда Ассурияның патшасы Асархидон патша Лайли деген патшаның елін қалай шауып алып, өзін тұтқынға алып, енді қалай өлтірсем деп ойлап жатқан кезде бір шал пайда бола кетеді. Ол шал мынадай бір сұрақ қояды: сен Лайлиді өлтіремісің? Асархидон: иә, өлтіремін дейді. Бірақ қалай қинап өлтіретінімді ойлап жатырмын дейді. Шал айтады, сол кезде шал айтады: сен өзің Лайлисің, өзіңді өзің өлтіресің бе деп сұрайды. Сол кезде патша: жоқ, мен Асархидонмын дейді. Олай емес, сен Лайлисің, бірақ сен өзіңді Асархидонмын деп ойлайсың дейді. Шал айтады. Сөйтіп шал Асархидонға оның Асархидон емес, Лайли екенін дәлелдеу үшін шылапшынға су құйып, Асархидонды отырғызып, төбесіне бір кесе суды құйып тұрған кезде басын суға тыққан Асархидон бір кезде өзін Лайли екенмін деп сезіне бастайды. Сөйтіп ол өзін Лайли екенмін деп сезініп, Лайлиді Асархидонның адамдары келіп, желкесінен қазықты қағып, аузынан шығарып жатқан кезде ойбай, өлдім деп басын суырып алған екен. Сол кезде шал айтыпты: мінекей, көрдің бе, сен өзіңді Асархидонмен деп ойладың, ал шын мағынасында сен Лайлисің деп айтқан екен. Ол түгілі аңда жүріп атып алған құландарың мен арыстандарың да сен өзің екенін білесің бе? Сен тіршілік жалғыз ғана менде, жалғыз маған керек деп ойлайсың. Жоқ, олай емес. Олай ойлау өтірік, алдау. Ол өтірік, алдаудан көзіңді алып тастап едім, барша жан иесіне қылған зұлымдығың аяғында өзіне келетінін көрдім деп айтқан екен. Осыдан кейін Асархидон патшалығын баласына беріп, өзі жаяу ел аралап, адамға, басқа біреуге, барша жан иесіне тиген
жаманшылығың өзіңе келіп оралады екен, өзіңе қайтып келеді екен, бұны істей көрмеңдер, адамдар зұлымдық істемеңдер деп ел аралап кеткен екен деп әңгіме осылай аяқталады. Сөйтіп осылайша Шәкәрім өзінің ілімін, оның ар ілімі, оның әрбір шығармаларында калейдоскоптық жаңағы жеке бір жаңағы негізгі концепцияның шашыраған үзінділері сынды бір ойды екінші ойға жалғап отырып, ар ілімін түсіндіретін шығармалар жинағы деп айта аламыз. Енді жаңағы Шәкәрімнің адам алдауменен өзін алдауменен өмір сүретін, өзін иллюзиямен өмір сүретін, мына әлемнің иллюзия екенін жаңағы шалдың, пайда болған шалдың кеседен су ағызып, осылай Асархиданың көзін ашқаны сияқты осындай бір әңгімелермен түсіндіреді. Енді бұл Шәкәрім ілімі бізге несімен көкейкесті, несімен бұл заманға өте қажет ілім деп айтқымыз келеді. Бұны айтатын себебіміз қазіргі заманғы, қазіргі әлемнің жағдайы мен болашағы дәл қазіргі біздің ойымызбен ісімізге байланысты болып отырғандықтан айтып отырмын. Сол себептен Шәкәрімнің ілімі өте көкейкесті болып саналады. Себебі жаңа басында айтып кеттік, мынау жан деген, Шәкәрім атамыз айтты ғой, жаңағы жан жаралыс басы қозғалыс дейді. Яғни әлемнің бәрі қозғалып тұрады. Қозғалғаннан кейін оның бәрі өзгеріп тұрады. Секунд сайын жылдамдықпен өзгеріп тұрады. Сондықтан ол жалған. Және бұл әлемге сенбеу керек дейді. Бұл біз бас көзімен қарағаннан кейін осындай мен бөлексің, сен бөлек адамсың деп көрінеді дейді. Ал енді жан көзімен қарағанда дейді, ақыл көзіменен, жан көзімен қараған кезде дейді, ақыл көзі деген бұл жерде сознание деген мағынада қолданылып отыр, иә? Разум деген мағынада емес, сознание деген мағынада қолданылып отыр. Жан көзімен қараған кезде бұл адамзат өзінің бір екенін байқар еді дейді. Мына Абайдың, Шәкәрім Абайдың шәкірті, ал Абай адам-адамға дос жолдас бауыр деп айтты, әкесінің баласы адамның дұшпаны деп айтты. Осы адам-адамға дос жолдас бауыр дегеніміз, мәселенки өмірде кез келген адам, яғни Абайдың жолы дегеніміз не? Кез келген адам, сен кез келген адамды бауырың деп қабылдау керексің, Абайдың жолы бойынша. Егер бауырым деп қабылдасаң, сен қалай іс-әрекет істер едің, қалай қарай сен қимылдар едің, бағытыңды қалай ұстар едің? Мінекей, Абайдың жолы қандайлық жол екен, осыдан біле беруге болады. Ал Шәкәрім атамыз айтады, адамның бәрі бір болмайды, аласы, оларды бұзатын нәпсінің таласы дейді. Мінекей, яғни дағдарыс, ол қазіргі экономикалық дағдарыс, ол жанда тұрған жоқ, жанға адамның бәрі бір, жанда логика жоқ, жанда тек махаббат. Ал енді адамның басында дағдарыс тұр. Бұл егер біз осы әлемді өзгерту үшін тек өзіміз өзгеретін болсақ, бәрі өзгереді. Енді бір қызық нәрсе айтайын осы жерде. Мен өзгертсем бүкіл әлем қалай өзгереді дегенге, осыны мен баяғыда жас кезімде медицина академиясында философия пәнінен сабақ беріп жүрген кезімде осы Кришнамурти өте ірі философ, мысалы 20-шы ғасырда ірі философтардың 3 философ болса, бір Киркегор, бір Кришнамурти. Осы Кришнамуртидің осы миды қалай тыныштандыруға болады деген мидағы конфликт туралы бір еңбегін оқып, соны түсіне алмап едім. Бірақ жылдар өте келе соған қайтып оралуға тура келді. Неге десеңіздер, бұл тағы да өте көкейкесті, адамның өмірімен тікелей байланысты мәселе болғандықтан бұған қайта оралуға тура келді. Қазір қуанышқа орай Кришнамуртидің жаңағы ілімдерін өзінің аудиосынан, бейне дәріс жазбаларынан, ол кісінің дәрістерінен ағылшын тілінде оригиналдан, жаңағы түпнұсқадан тыңдауға болады. Енді ол кезде ол кісі не деп айтады? Мына адам, біз өзіміз ойлап жүрген ойымызды ойлаймыз, бір жеке адамның ойы деп. Бірақ ол емес екен. Мына адамның қанында генетика, адам қаны бойынша неше түрлі генетикалық бұтақтарға жатты.
жер бетінде неше түрлі генетикалық бұтақтарға жатамыз, ұқсас бұтақтарға жатамыз. Мысалы біз өмірде біреумен кездескен кезде, біреумен кездескен адамдардың бәрі кездейсоқ емес, бұл қан жолымен кездеседі. Тіпті неке құру, жаңағы тағы да басқа толып жатқан жаңағы қатынастардың бәрі қан жолымен келетін нәрсе екен. Бізде кездейсоқ ештеңе болмайды. Соның бірі адамның ойы, сана сезімі туралы айтқан кезде бұл ойшыл айтады, мысалы айталық Нұр-Сұлтан қаласында қандай адамдар тұрады, солардың бәрінің ойы толқын ретінде менің басыма да келіп жатыр. Мысалы адамдардың басында үрей бар делік, дағдарыс, бағалардың қымбаттауына байланысты егер адамдардың басында сондай үрей болатын болса, сол әрқайсымыздың басымыздан кіріп шығып отырады. Міне осы кіріп шыққан ойларды біз осы ойларды біз қалайша сұрыптай алуымыз керек. Осы келіп жатқан ойлардың ішінде қайсы жаннан келіп жатыр, яғни жаратушыдан келіп жатқан ой, және қайсысы адамның басқа адамдардан келіп жатқан ағын. Міне осыны айыра алу бізге өте қажет. Және ол келіп жатқан ойларды, мәселенки үрей келіп жатса, ертеңгі күнгі үрей, вакцина салсақ ертең қалай боламыз? Осы үрейдің бәрі ең бірінші жаңағы адамның жаман жағдайға тап болуына келеді екен. Сол үрейді болдырмас үшін біз не істеуіміз керек? Біз ойымызды өзгертіп отырмыз. Мына жанымызды тыңдап үйренуіміз керек. Яғни арымызды тыңдап үйренуіміз керек. Біздің арымыз, біздің жанымызда тұрған, біздің жанымызда ешқандай бөлініс жоқ, ешкімге бөлу жоқ, жамандық ойлау деген жоқ. Бұнда ешқандай жаңағы зұлым ақыл жоқ, өзіне ғана пайда тілейтін өзімшіл ақыл жоқ. Мінекей осыны тыңдаған кезде бізде ешқандай үрей жоқ. Мына көптеген адамдар қазір айтып жатыр ғой, арманды орындау үшін неше түрлі техникаларды ұсынып жатыр. Осылардың барлығы, негізінен ұсынған техникалардың барлығы, негізінде ол іске асады, егер шын жүректен болатын болса іске асады. Шын соған адам сенетін болса іске асады. Ол үшін жаңағы жұрт ойлаған нәрсені ойламау керек. Мына көптің ойын бақсаң күн көрмейсің деген Абайдың концепциясы, Абайдың ойшылдық концепциясында осы туралы айтылады. Яғни бұл дегеніміз жаңа көпшіліктің ойы, бұл трехмерный измерение, үш өлшемдік әлемде, яғни бұл үш өлшемдік материалдық әлемде көрсетеді. Ал мына жан жаңағы рухани субстанция ретінде онда үш өлшемнен жоғары, өте биік. Мысалы төртінші измерение дейміз, төртінші өлшем бұл уақыт. Уақытқа бағынбай өмір сүру, яғни өзің өміріңді өзің жарата алу принципімен өмір сүре алуды білдіреді. Енді жаңағы ойымызға қайтып келетін болсақ, сонымен келіп жатқан ағындарды біз сұрыптап, жоқ, ешқандай жаман зұлымдық болмайды, еліміз тыныш болады, бәрі жақсы болады деп, мысалға, ешқандай дағдарыс жоқ. Дағдарыс біздің басымызда ғана тұр. Ол ешқандай өміріміз жақсы болады, болашағымыз жақсы болады деп, бәрі жақсы деп, тек жақсылықты көре біліп үйренген адамның өмірінде көп өзгеріс болып жатады. Жұмыс жоқ деген нәрсені қойып, осы мына бізге бөгет жасайтын басымыздағы кедергілердің бәрін алып үйрену, біздің жанымыз жасампаз, осы жасампаз жанымыз арқылы біз осы жаңағы шыңыраудан алып шығатын күш осы. Біздің рухани жарығымыз бізге беретін жаңағы маяк. Сонымен бұның кереметі сол, біз осы әлем өзгеру үшін бізге көп нәрсе керек емес. Әлем өзгеру үшін бізге керек нәрсе ойымызды өзгерту. Яғни жаңағы біз өзгертсек, бір адам өзгертсе, сол бұтақ бойынша қан жолымен әлемде пәленбай адам өзгеріп жатады екен. Ол шексіз мыңдаған адам өзгеріп жатады, 100 мыңдаған адам өзгеріп жатады. Міне бұл керемет қандай. Енді біз айтып жатырмыз, біз, яғни, егер біз жаңағы келіп жатқан жаман ойларға, жаман ағымдарға берілетін болсақ, біз тағдырдың қуыршағына айналмас үшін, тағдырдың қуыршағына айналып кету мүмкіндігі бар. Осы тағдырдың қуыршағына айналып кетпес үшін біз ойымызды сұрыптап, жоқ, бәрі жақсы болады. Жаңағы дүние жүзінде сен күштісің, жоқ, мен күштімін деп бір-бірін дәлелдеп қырылысып жатқан елдердің ойларының барлығы бұл дұрыс емес, әрине. Бұл елдер ойлап жатқан жоқ, белгілі бір адамдар бұны ойлап жатқан. Ал жалпы
қоғам, жалпы адамзат, оның ішінде жаңағы біз айтып жатырмыз ғой, әлем қайда кетіп бара жатыр, дағдарысқа ма, жоқ бақыт жолына қарай шығып бар. Бәрібір баланс бар. Неге десеңіздер, қазіргі кезде болашаққа қарай жақсы оймен кетіп бара жатқан, әлемде жасампаз күш ретінде өмір сүріп жатқан адамдар саны да жеткілікті екенін ұғынуымыз керекпіз. Енді мен дегенім сен дегенді ұғыну үшін біз өзіміздің ойымыз ғана емес, біздің сөзіміз де солай болу керек, әрекетімізде де біз тек қана өзіме істемегенді басқаға да істемеймін деген принциппен өмір сүру керек. Мысалға, осы тура жол, бұл тура жол болып табылады негізінде, шәкәрімнің арылымы тура жол. Осы тура жолда мен үшін басқаның обалын білуді үйренуіміз керекпіз. Ең бірінші, адам кәсіпті таңдаған кезде де елге қандай пайда зияны бар деп таңдау керек кәсіпті. Мысалға, бизнес жасаған кезде де арақ шарап сататын дүкендер ұстау деген сияқты, тағы да басқа оңай жолмен пайда табатын нәрселерді іздемей, халыққа қаншалықты осы шапағаты тиеді-ау деген жұмыстарды тапқан дұрыс. Мысалға, сағаттап жалға беретін пәтерлер ұстағаннан гөрі, одан да басқа нәрселермен шұғылданған дұрыс. Неге десеңіздер, жаңағы Асархидонды әйел деген әңгімеде шәкәрімнің айтылды ғой, өз ұрпағыңа зиян келтірмеуің керексің. Жаңағы мына атып алған аңдарың да дейді, осы шәкәрім осы еңбегінде айтады, осы атып алған аңдарың да дейді, сенің өзіңсің дейді, сенен басқа ешкім емес дейді. Тіпті құмырсқаға да зиян келтірмей өмір сүру керек. Неге? Бұл ұрпағымыз үшін керек. Қазіргі кезде бір версия бар, мысалға, жаман аурулар кішкентай балаларда ДЦП дейді, дауны, неше түрлі жаман аурулар қаптап жатыр, көбінесе қайыр сұрап жатындар көп болып жатыр. Негізінде бұның бәрі тұқымға байланысты, жаңағы қан жолымен келіп жатқан, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып жатқан адамзаттың қателіктері. Мәселенге алатын болсақ, қатыгездік, қасиетті аңдарды атату, киіктерді ату деген сияқты, тағы басқа, олардың мүйіздерін сату. Тіпті осының бәрі осы қатыгездікпен жаңағы аңшылыққа түсу, осының барлығы қан жолымен келген қатыгездік біздің ұрпағымызға зиян шектірмес үшін біз қалай да осы таза жолмен ар ұятымызбен өмір сүру бізге қажет. Бұл ұрпақ үшін қажет. Мен дегенім сен дегенді көп жалғастыра беруге болады. Оның бір мәселенки, мен дегенім сен дегенді мен былай алып қарар едім. Егер бір азамат қыз балаларды сыйлайтын болса, қыз балалар өте жақсы қарайтын болса, оның ұрпағында қыз балалардың жолы ашық болады, қыз балалар бақытқа ие болады. Оның қарындасы жақсылық әкеледі. Егер мысалы бір кісі, біз қарт адамдар сыйлап, үлкен адамдарды сыйлайтын болсақ, сіздің анаңызды басқа біреу сыйлап, анаңыздың өмірі жақсарады, анаңыз тазарады. Тіпті о дүниеге кеткен анаңыз болса да ана жақта тазарып жатады екен. Яғни тірі адамдардың ішінде өте көп бізде таңдау бар, өте көп жаңа біздің ісімізден біздің ұрпағымызға, біздің болашағымызға келетін игіліктер өте көп екен. Тек қана ұрпағымызға емес, біздің өтіп кеткен ата бабаларымызға да игілік бар екен. Сондықтан мен дегенім сен, кез келген, мысалы, жалған махаббат, шын махаббат деген бар. Біреудің баласына жақсы қарасаң, мысалы, педагогпын дейік. Педагог біреудің баласын өз балаңдай қарап, өз балаңды қалай не тілесең, соны істеп, сол балаға үйретсең, сол баланы өмір жолына дайындасаң, сенің балаңды бір жаратушы дайындайды. Неге? Өйткені мен дегенім сен. Жаңағы ілім, шәкәрімнің ар ілімі тағы да осы жерде алдыңыздан шығады. Не істесең де өзіңе келеді, не істесең де өзіңсің деген сөз. Сенен басқа ешкім жоқ дегені осыдан шығады екен. Енді қазіргі кезде адамдар көбінесе мына жалғандықтың бір белгісі бұл табысқа жету. Табысты болудың 7 кілті, табысты болуға жетудің жолдары деген мысалға сондай қазір тренерлер қаптап кетті, тренингтер жүріп жатады. Ал негізі
бұл табысқа жету, табысты болу дегенде, бұл да бір иллюзияның, бір адамның алдау. Мен өмір сүру, мына бас көзімен қараудан шыққан алданудың бір түрі. Неге десеңіздер, таңертеңнен кешке кейбір адамдар осы дүние үшін қайғырады. Көпшілік адамның қазір проблемасы ақшаға, дүниеге байланысты болып отыр. Ал қайғыру деген осы дүниені жүректі дүниеге байлағаннан болатын қайғыру. Егер адам дүниеге келгеннен бастап солай егер тәрбиеленсе, мен қандай жақсылық істеу үшін келдім осы өмірге, осы өмірге келгенде мақсатым не деп ойлайтын болса, ол менің дүнием жоқ деп қайғырмас еді. Ал жақсылық, қандай игіліктер таңдасам болады, қандай кәсіп таңдасам болады, не істесем болады деп армандаған адам, бұл бұнда мен қалай табысқа жетем деген ой тумас еді. Табысқа жету деген бұл билікке жету, табысқа жету деген нәрсе, билікке ұмтылу дегенде бұл билікке ұмтылуға болады, билікке ұмтылу бұл егер байлыққа, ешқандай мақсатсыз байлыққа ұмтылу деген бұл қанды және мутацияға әкелетін жаман нәрсе. Егер байлыққа жетудің жолын жеткіңіз келсе, байлыққа бүкіл адамзат баласы бай болса екен, бәрінде жақсылық болса екен деп барып тілеп барып байлыққа ұмтылсаңыз, онда қаныңыз бұзылмайды. Қан бұзылады, егер маған ғана жақсы болса екен, менің өзім ғана бай болсам, балаларым ғана бай болса, туыстарым ғана бай болса деген байлық, бұл қанды мутацияға әкеледі. Сөйтіп азапта ұрпағы шегетін бұл жаман нәрсе болып табылады. Мен дегенім сен дегенге тағы да осыны айтқымыз келеді. Енді сонымен бұл қан деген нәрсе, бұл қанға бәрі жазылады, бұл ДНК деген бұл ешқандай жаңағы өзгермейді деп жатырмыз ғой, бірақ ДНК-ны өзгертуге болатын бір-ақ нәрсе бар, сол жаңағы мен деген, сен деген принциппен өмір сүру, өзімді өзгерту. Абай атамыз айтады, адам баласы өзгермейтін адам болмайды дегенді айтады. Енді тағы бір нәрсе айтқым келеді, осы жерде мен дегенім сен деген мәселеге тағы бір нәрсе айтқым келеді. Жаңағы алданып өмір сүру, жаңағы табысқа жетудің жолы туралы айтқан кезде тағы бір мына нәрсені айта кеткім келеді. Егер студент, мысалға студент болса делік, егер ол жаңағы қаржы мамандығына, салық мамандығына, жаңағы мемлекеттік жергілікті басқару деген бар, государственное местное управлениедегі мамандықтар таңдаған кезде, мысалға әкім болып байимын деп түсетін болса, одан қандай әкім шығады, ойлаңыздаршы. Ал егер сол мамандықты егер билікке ұмтылудың жолында, қанды бұзбай билікке ұмтылудың бір жолын айтайық. Егер студент билікке ұмтылған кезде, мен халыққа жақсылық жасаймын, осы мен көріп тұрмын, осы елімді көркейтемін деп барып ұмтылатын болса, оған жаратушы мына жанындағы жасампаз өзі күш қуат беріп, ой беріп, идея беріп, жеткізудің жолын беріп, әйтеуір бір нәрсе ол табысқа жетер еді. Көрдіңіздер ме? Сол сияқты егер мысалы қаржы мамандығына оқуға түсетін, экономика мамандығына оқуға түсетін жас азамат, жас бала егер ойлайтын болса, мен қайтсем елімді дағдарыстан шығарам, қайтсем халыққа көмектесе аламын деп барып, осы экономика мамандығына түсетін болса, мына жаратушы өзі күш қуат беріп, сол адамды өзі жетелеп, соған ой беріп, соған керек адамдарды таныстырып, өзі-ақ сол жаңағы табысқа жетер еді. Бірақ ол табысқа жетем деп ұмтылмайды. Осы табысқа жетем деген бұл да бір адамдардың көзін байлап тұрған, бұл да бір жаңағы Шәкәрім атамыздың ілімінде таза ақыл, зұлым ақыл деген бар. Сол зұлым ақыл өзімшілдіктен шығатын, бұл да бір жаңағы мен сенің бір екенін білместен шығатын бір ақымақ ой. Енді жаңағы сонымен Шәкәрімнің ілімі қандай ар ілімі, не деп айтатын болсақ, хайуаннан адамға айналудың ілімі деп айтқымыз келеді. Мәселенки ойласаң, барша адамзат туған бауыр дейді.
бірін бірі шұқылап қылды жауыр. Балалық айуандықтан шыққан ел жоқ, бұл сөзім талай жанға тисе дауыр дейді. Яғни айуандықтан шыққан ел жоқ. Біз 21-ші ғасырда отырып, 21-ші ғасырға келдік. Бізде өмірімізде біздің жағдайымыз өзгерді, өмірлік жағдайымыз бұрынғыдан әлдеқайда жақсы, неше түрлі ремонтталған үйлерде тұрамыз, неше түрлі жағдайлар жасадық бір өзімізге өзіміз. Бірақ айуандықтан шыға алдық па? Айуандықтан шыға алған жоқпыз ба? Мінекей біздің қазіргі сұрағымыз осы. Жаңағы айтып отырған өзімшілдік бұл хайуандықтың бір түрі. Хайуан болудың, хайуандықтың белгісі. Ендеше хайуандықтан шығудың жолы мен дегенім сен деген принципті ұстану. Хайуандықтың белгілері өте көп. Ол тек қана кісі өлтіру, нашақор болу, тағы да басқа нәрселер емес. Мысалы, хайуандықтың белгісі салыстыруды хайуандықтың белгісі. Үнемі адам өзін басқамен салыстырып отыратын болса, бәсекелесіп өмір сүретін болса, бұл да хайуандықтың белгісі. Енді нарық жолында бәсекелесу деген бар, ол бірақ бәсеке, таза бәсеке, бірақ ол бәсеке емес, ол адамдарда таңдау бар деген сөз. Бірақ бәсекелесіп өмір сүру бұл қатыгездікке әкелетін нәрсе. Қатыгездік деген бұл жақсы нәрсе емес. Яғни салыстыру, бағалау дегенде, мысалы, анау жаман, мен жақсы, немесе мен төменмін, анау менен жоғары деудің барлығы бұл тағы да жаңағы иллюзиямен өмір сүру, алдаумен өмір сүру, үш өлшемдік жалған әлеммен өмір сүру. Сондықтан жалған деген не екенін осы әңгімемізде біраз талқыладық. Тағы да жалған туралы тағы да айтамыз. Ол туралы терең ғылыми түрде де айтуға болады, бірақ менің ойымша неғұрлым жеңіл болса, неғұрлым қарапайым болатын болса, неғұрлым ұғынықты болатын болса, сонда ғана бір жақсылыққа жетуге болады деп ойлаймын. Неғұрлым қарапайымдылық, міне сол ғана табиғи болып табылады деп ойлаймын. Сонымен қорытындылай айтатын болсақ, адамның ішіндегі ең қасиеттісі бұл белгілі бір табысқа жеткен адамдарды қазір біз неше түрлі бизнесмендерді мысалға келтіріп отырмыз. Бірақ адамның ішінде қасиеттісі бұл адамның керегіне жарағаны деп қорытқымыз келеді.